тұлға бұлшықеттері орналасуына байланысты кеуде, іш және арқа бұлшықеттерін ажыратамыз. Кеуде бұлшықеттеріне келетін болсақ, орналасуына қарай кеуде бұлшықеттері, беткей және терең бұлшықеттерін ажыратамыз. Кеуденің беткей бұлшықеттеріне үлкен кеуде бұлшықетін жатқызамыз. Мускулус пектораlis майор. Және алдыңғы тісті бұлшықеттер мускулус серратус антериор. Келесі планшетте көретініміз кеуденің беткей бұлшықеттеріне кеуденің кіші бұлшықетін жатқызамыз. Мускулус пекторалис минор. Және бұған асты бұлшықеті мускулус субклавиус. Ал кеуденің терең бұлшықеттеріне қабырға аралық бұлшықеттер, беткей және терең орналасқан және қабырға асты бұлшықеттерді жатқызамыз. Мускулус интеркосталис экстерна, мускулус интеркосталис интерна деп аталады. Бұл айтылғандардың барлығы кеуде бұлшықеттер. Енді іш бұлшықеттер.